Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ал бүгін біздің биология сабағымызды бастаймыз. Иә? Биология сабағында үйге не тапсырма берілді? Нешінші параграф? 30-шы параграф. Интерфаза және оның кезеңдері. Енді үй тапсырмасын бастамас бұрын барлығымыз орнымыздан тұрайық. Кеңістікте тұрамыз. Сабақта сергіту сәтін, яғни сергіту сәтін жасап алайық. Бірге дәптерімізді ашамыз. Бүгін сенесіз бе, сенбейсіз бе деген тақырып бойынша я немесе жоқ әдісі, я? Егер де сұрақ дұрыс жауап болса, я, ол кезде не істейтін еді? Сызықша қоямыз, жазамыз. Ал егер ол сұрағымыз дұрыс емес, жоқ болатын болса, домик деп қоямыз, я? Жоқ. Ал бірінші сұрақ. Дәптерімізді ашайық. Бірінші, бөліну арқылы түзілген жаңа жасушаның өзіндік бөліну жасушалық цикл деп аталады. Я немесе жоқ. Барлығымыз өзімізше дәптерге жазамыз. Бөліну арқылы түзілген жаңа жасушаның өзіндік бөліну жасушалық цикл деп аталады. Я немесе жоқ. Екінші сұрақ. Дәптерімізге белгілеп атымыз ба? Жасушалық цикл 3 кезеңнен тұрады. Я немесе жоқ. Жасушалық ішімізден өзіміз жеке дейміз. Жасушалық цикл 3 кезеңнен тұрады. Я немесе жоқ. Үшінші сұрақ. Бөлінуге дайындалатын кезең интерфаза деп аталады. Я немесе жоқ. Бөлінуге дайындалатын кезең интерфаза деп аталады. Я немесе жоқ. Бесінші сұраққа кеттік. 5 па? 4-ші сұрақ. ДНК молекуласының екі еселенуі репликация деп аталады. ДНК молекуласының екі еселенуі репликация деп аталады. Я немесе жоқ. Егер я болатын болса, сызықша қоямыз. Жоқ болатын болса, домик қоямыз, я? Үй ашып. 5-ші сұрақ. Үлгеріп жатырмыз ғой, я? 5-ші. Репликация үдерісі шамамен G1 кезең деп аталатын интерфаза ортасында жүреді. G1 кезең деп аталатын. Тыңдай, репликация үдерісі шамамен G1 кезең деп аталатын интерфаза ортасында жүреді. Я немесе жоқ. Бұл 5-ші сұрақ, я? Енді 6-шыға кеттік. S кезең синтетикалық. Бұл жерде ДНК синтезі репликация жүреді. Яғни хромосома екі еселенеді. Я немесе жоқ. S кезең синтетикалық. Бұл жерде ДНК синтезі репликация жүреді. Хромосома екі еселенеді. Я немесе жоқ. 7-ші сұраққа кеттік. Центромера тек бөліну үдерісінде ғана үзілмейді. Я немесе жоқ. Центромера
тек бөліну үдерісінде ғана үзілмейді, я немесе жоқ. Үлгеріп жатырмыз ғой. 8-ші сұрақ. Ал кеттік. G2 кезеңде жасушаның энергетикалық валютасы АТФ деп аталады. Энергетикалық валюта. Кеше өттім, я? G2 кезеңде жасушаның энергетикалық валютасы АТФ негізгі рөл атқарады. Я немесе жоқ. АТФ негізгі рөл атқаратын беді? Я болса, я дейміз, жоқ болса, жоқ деп аталады. 9-ші. Адамда 47 хромосома бар. Жоқ. Тыныш. Адамда 47 хромосома бар. Я немесе жоқ. Ең соңғы сұрақ, 10-ші. Нуклеотид әртүрлі 4 зат типінен тұрады. Нуклеотид әртүрлі 4 зат типінен тұрады. Я немесе жоқ. Енді болса, бір-бірімізбен дәптерді алмастырамыз. Бір-бірімізді тексереміз. Дәптерімізді алмастырамыз. Ал тақтаға қарайық. Бір-бірімізді тексерейік. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ. Бөліну арқылы түзілген жаңа жасуша я ма, жоқ па? Жоқ. Бірінші сұрақ я болады. Яғни бұл жерде жасушалық цикл деп аталады. Екінші сұрақ. Жасушалық цикл қанша кезеңнен тұрады? 2. Бұл жерде біз я ма, жоқ па? Жоқ. Дұрыс айтасыңдар, я? Үшінші сұрақ. Бөлінуге дайындалатын кезең интерфаза деп аталады. Я. Бұл жерде үшінші сұрақ я болады. Төртінші. ДНК молекуласының 2 еселенуі репликация деп аталады. Я болады бұл жерде де сұрақ. Бесінші. Түгелдеп бір-бірімізді тексеріп отырамыз. Қатесін қызыл бояп. Бесінші. Репликация үдерісі шамамен G1 кезеңде интерфаза деп атала ма? Жоқ. S кезең деп аталады. Дұрыс айтасың деп көре. Бесінші сұрақ. Алтыншы. S кезең несі хромосома 2 еселене ма? Я. Бұл жерде алтыншы сұрақ я болады. Жетінші. Интерфаза бөліну үдерісінде үзілмейді. Я ма, жоқ па? Жоқ. Бұл жерде жетінші сұрағымыз жоқ. Тексеріп отырмыз ба бір-бірімізді? Сегізінші. G2 кезеңде АТФ рөл атқарады. Яғни энергетикалық валюта. Я ма? Яғни бұл жерде барлық жасушаның энергетикалық валютасы АТФ. Сонда 8-ші сұрақ я болды, я? 9. Адамда 47 хромосома бар. Жоқ. Қаншада 46. Яғни адамда 46 хромосома бар. 10-ші. Нуклеотид әртүрлі 4 зат типінен тұрады. Жоқ. Қанша зат типінен тұрады? Қанша зат типінен тұрады? 3 зат типінен. Қандай еді? Азотты, 5 текті көмір, 5 көміртекті және ұмыт қалып ба? Басына? Я, фосфор қышқылы. Яғни барлығы бір-біріне көмір элементарда тұрмын. Қараңыздар да? Мына жерде. Міне. Бірінші. Неден тұрады? Азотты негізінде 5 текті. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5. Сол себептіден 5 текті деп атайды және ақ болып тұрған бізде фосфор қышқылы. Мына біздегі ДНК-ның моделі өткен болатыныз, е? Ал енді келесі тапсырма. Кімде қанша бал шықты? 9 мен 10 бал кімнен шықты? Менен. Заңғардан. Тексеріңіздер бір-бірлеріне. Заңғар, Сымбат, мына топтан? 9-ға ешкім жетпей қалды ма? Аяулым. 3 оқушыға 5, қалған 8 мен 7 кімнен шықты? 1, 2, 3, 4 оқушыға 4, мына жақтан 2, 3, қалғандар 3. Одан төмен болма. Келесіде бағаны толықтырайық, я? Келесі тапсырма. Бізде сиқырлы таяқша бар. Мен сиқырлы таяқшаны кімді атын атаймын, сол арқылы тақтадағы жасушаның бөлінуінің түрлерін атаймыз. Ал енді кеттік. Бірінші бастаймыз. Сиқырлы таяқшаны сиқырлап аламыз. Айсұлтан, бар ма?
жасушаның бөлінуі қандай бөліну деп аталады? Қарапайым Иә? Мына жерге біріншісін көрсетіп қоя ғой. амитоз. Амитоз. Қарапайымдардың бөлінуі. Бұлар жай ғана екіге бөлінеді. Жай ғана екіге бөліне салады. Дұрыс қой, иә? Иә. Рахмет, отыр. Бұл таяқшаны мұнда қояйық. Келесі сиқырлы таяқшамызға кім шығады екен? Диас. Бар ма? Келе ғой. Екінші жасушаның бөлінуін ата. Митоз. Дұрыс, митоз. Иә, ортасындағы митоз. Былай қараңғырмай, митоз. Дененің жасушаның бөлінуі. Дене жасушаларының бөлінуі. Мен мына суреттерді арнайы қойып қойдым. Қараңыздар, иә? Қандай дененің жасушалары бар? Тырнақ. Тырнақ, бауыр, өкпе, бүйрек, яғни отырауыз. Рахмет. Бүкіл денеміздегі дене жасушаларының бөлінуін митоздық бөліну деп атаймыз. Ал үшінші бізде шығады мерей, топтан келе ғой. Үшінші бөлінудің түрін атады. Бұл жерде миоз жыныс жасушаларының бөлінуі. Жыныс жасушаларының бөлінуі. Рахмет. Келесі тақырыпта біз миозды өтеміз. Жасушалардың бөлінуін кешегі бойынша, иә? Бірінші қандай бөліну? Амитоз. Амитоз, Митоз, миоз. Дұрыс бекен көріп шығайын. Міне, дұрыс екен, иә? Амитоз, митоз, миоз. Жасушаның бөлінуі. Келесі. Жасушаның өркендегі тақырыбымыз біздің қандай еді? Интерфаза кезеңін біз үш бөлікке бөлдік. Қараңыздар, тақтада. Интерфаза 1, 2, 3 кезеңнен тұрады. Оны да сиқырлы таяқша арқылы анықтаймыз. Бірінші шұғыла. Бірінші кезең қалай аталады? Жибір. Дұрыс, G1. Иә, көрсетеміз. Жибір енді ғана жас өсімдердің қалпына келуі. Жас өсімдер тақтаға жазамыз G1-ді. G1 деген жазамыз. G1. Дұрыс. Жазам. Интерфаза кезеңі есіңізде ғой, иә? G1 тағы 3 топқа бөлінеді. Жасушалардың бөлінуі. Бөлінуі. Рахмет, отырамыз. Келесі бізде үшінші сиқырлы таяқша арқылы тағы анықтаймыз. Жаңа мерке, қай топта? Нәнеге келе отырмыз. Екінші кезең қалай аталды? G2. Жоқ. G2 үшінші кезең ғой. S кезеңі. G2 және S. S кезеңі. Бұл митозға дайындық кезеңі. Митозға дайындық кезеңі. Митозға дайындық кезеңі. Митозға дайындық кезеңі. Рахмет. Бізде ең соңғы тағы үшінші кезеңіміз бар. Интерфазаның, иә? Ал цифрлы таяқшамызды аламыз. Бізде Нұрай. Бар, мына топтар шығып жатыр ғой. Нұрай, келе. Қандай кезең? S кезең. Синтетикалық кезең, иә. S кезең. Синтетикалық кезең деп аталады. Рахмет. Енді қараңыздар. Бұл жерде кезеңдер дұрыс жазылғанмен, реті дұрыс жазылды ма? Жоқ. Дұрыс жазылған жоқ. Қалай болады? Бірінші кезең. G2. Яғни бұл интерфазаның 3 кезеңі осылай ретімен жазылады. Иә? Иә.
Kelesi, o'tgan sabaqda biz DNK'nın qurilishi және adenin, guanin, sitozin, nukleotidlar туралы есептер шығарған болатынбыз. Birinchi esep, DNK molekulasының bir tizbектегі nukleotidтердің tizbегі деген есепті топтан сымбат шығасын. Келе ғой. Adenin, алғашқы үшеуін сен жаз, болмаса. Келе ғой. Аға, аденинмен не комплементарлы? Тимин. Я, тиминмен аденин. Я тақтара жазамыз. Надо жазып па, басқа сәйкес етіліп па? Бірінші, А, Т, Т. Одан кейін С, Г, А. Бұл, осы үшеуін жазабы қазір. Ай, дауыста, түсіндіріп. Аденинге тимин, Тимин, тиминге аденин, аденин, тининге аденин, аденин, цитозин. Гуанин. цитозинге гуанин, гуанинге цитозин, Цитозин, аденинге Тимин. тимин болады. тимин. Дұрыс па? Иә. Осылай бетімен, егер есеп келетін болса, комплементарлы түрде осылай жазамыз. Келесі бізде жалғастырамыз. Кел, бектория. Қалған үшеуін жазамыз. Цитозин, гуанин, деген боран жазамыз. С, Г, Г, С, гуанин, гуанин, одан кейін цитозин, тимин, аденин. С, Т, А. Т, және А. Жалғастырамыз. Қайсы болды? Соны жазайық. Цитозинге Цитозинге гуанин, гуанин, гуанинге цитозин, тиминге аденин. Цитозинге гуанин, тиминге аденин, аденинге тимин. тимин болды. Осылай кез келген рахмет. Қараңыздар, егер мына жерде осындай сұрақта келетін болса, ДНК молекуласының бір тізбектегі нуклеотидтердің тізбегі деп осы тізбекті келетін болса, осылай жазамыз. Сонда, мына төртеуінің ішінен қайсысы сәйкес келеді екен? Әсі, Т, А, Г, Ц, Г, Ц, 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 Т, А, Аға, Т, Г. Жоқ. жоқ, әсемес. Қайсысы? Высы. Вагон, я? Высы тура келді. Қараңыздар, аденинге цитозин ба? Жоқ, аденинге тимин болу. Аденинге тимин болу. Сонда? Болады ғой, дұрыс қой. Аденин қателестім. Яғни мына жер Г ғой. Г-ға цитозин. Сонда бірінші сұрақтың жауабы А болады, я? Бірінші наны ұмытпасақ болды. Аденинге тимин. Ал енді келесі есеп ДНК молекуласындағы азоттық негіз тимин 20% құрайды. ДНК молекуласында қалған нуклеотидтердің проценті құрамы. Аяулым келу. Қанша пайызды құрау керек еді? 100%. Тимин 20% болады. 20% болғаннан кейін аденинге де комплементарлы кейін аденинге 20%. 20% болады, дұрыс айтасың. Екеуі қосылады. 40% болады. Ал енді қалған? 100%-да 40%-ды алып тастаймыз. 60% қалды. 60-ты қаншаға бөлдік? Гуанин 30% болады, цитозин 30%. Я екеуі комплементарлы болғандықтан екеуі бірдей болады, я? Гуанин 30%. Цитозин де 30%. Дұрыс қой, я? Ал енді отырағыз, рахмет. Дұрыс па? 100% шығу керек. Бекарыс келе ғой. Мына жерде тимин 17%-ды құрады. Сол кезде қандай болады? Тимин 17% құраса. Егер пайыздардың саны ауысса, я? Қысқарды. Тимин 17% құраса. Я, 17 болады. Сонда төртеуі қосылып 100% құраса, Иә. 100%-дан 34% Алып ауыстаймыз. тастаймыз. Сол кезде Қанша қалды? 66. 66-ны, 66%-ды 2-ге бөліп жібереміз. я.
Bunda 33'te. 33'te. Sonda kalgan. Dürüst. 33%. Guaninga tiyesili. Kalgan 33%. Nege tiyesili? Sitazinga tiyesili. Dürüst koy ya. Barbağımız түсіндік. Rahmet. Отырalım. Kez kelgen san, mına jerde test'e ауысып kelетін bolsa, мысалға тимин bolsa, аденге есептей саламыз, ситазин болса, гуанинге есептеп 100%-ды құрап алсақ болды. Сонда мына жердің жауап қайсысы болды? Т-20%, тимин 20% болған кезде? Б. Б, яғни гуанин 30%, 30%. Жоқ, апай ол емес. Барабан. 30, 20 және 30 дұрыс. Сонда 100%-ды құрайды. Барабаны дұрыс болды. Ал енді жаңа сабақ. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі жаңа сабақ 31-ші параграф. Барлығымызға есеп түсінікті ғой. Тақтаны жүрмейін, я? Бүгін 7-сі, 2-ші ай, 22-ші жыл, параграф 31. Митоз оның фазалары. Митоз және оның фазалары. Жаздыққа. Енді біз өткен сабақта интерфаза деген тақырып өткенде жасушалық циклді өткенбіз. Жасушалық цикл дегеніміз не екен? Бір қайталап жіберейікші, еске түсіп. Жаңа жасушаның өзінің бөлінуге дайындық кезеңі. Жасушалық цикл екі кезеңнен тұрды. Қандай кезеңнен тұрды? Бірінші интерфаза кезеңі, екінші митоз кезеңі. Дұрыс айтасыңдар. Митоз. Біз үйге интерфазаны өткен болатынбыз. Интерфаза қанша кезеңнен тұрды? Қандай? Екі. Яғни G1-ді просинтетикалық, синтетикалық және постсинтетикалық деп бөлдік. Ал бүгінгі біздің жаңа сабағымыз митоз. Енді митозға тоқталамыз. Митозға тоқталмас бұрын бейнебаян көріп жүреміз. Ал енді мына жасушаның бөлінуі митозға қарайды. Жасушалардан тұратын болса, онда олар қалай пайда болады және қалай көбейеді? Жауабы оңай. Барлық жасушалар басқа жасушалардан пайда болады. Жасушаның бөлінуінен жаңа жасушалар туындайды. Жасушалар оңайшылықпен ретке бөліне салады. Олардың бөлінуі екінші кезеңдерден тұрады. Көптеген жасушаларда бұл процесс митоз деп аталады. Митоз нәтижесінде генетикалық тұрғыдан бір-бірінен алынбайтын екі жасуша түзіледі. Бұл сіздің денеңізде сетон сайын мыңдаған мәрте қайталанады. Кейбір жасушаларын ауыстырады, сүйектерді өсіреді және бұлшықеттерді қалпына келтіреді. Жасушалар арасындағы генетикалық материал тығыздалып, бөлінген хромосомалар деп аталатын құрылымдарға ұйымдастырылады. Олар микроскоппен қарағанда ядроның ішіндегі X тәріздес таяқша болып көрінеді. Жасуша бөлімдерін ғалымдар хромосомалар өздерінен алмайтын көшірмелерін жасайды. Өзінен алмайтын тыңдаңыз. Ядроның айналасындағы жарғақ шарттыра хромосомалар жасушаның орталығына шоғырланады. Хромосомалар қараңыз. Жасушаның қарама-қарсы жағына қарай бір-бірінен бөлектенеді. Бір-бірінен ажырайды. Хромосомалардың айналасында жаңа ядро жарғақшалары түзіліп, оларды жаңа жасуша жарғақшалар қоршау арқылы бір-бірінен алмайтын екі жаңа жасуша түзіледі. Бұл процесс көп жасушалардың өсуі мен қалпына келуін қамтамасыз ету мақсатында әрқашан қайталанып отырады.
жануарлар мен өсімдіктер жетеді. Тек жасушаның бір түрі ғана басқа процесс арқылы көбейеді. Ол жыныс жасушалар. Ал енді видеода не тамашалады? Қысқаша қорытынды айтайықшы. Biz videoni tomoshaладық. Aytgan bo'laman. Иә? Орнымызда тұрамыз. Biz mitoz, ya'ni mitozning tuzilуі екі жасушаның түзілуін қарадық. Яғни бір жасушаның екіге бөлініп, хромосома, яғни өздерінің ядролары бөлінеді. Сол арқылы олар екі аумайтын жасушалар болып Яғни қалыптасады. бір-бірінен аумайтын екі Осы жасушалар. процесті митоздар дейді. Митоз деп атайды. Митоздық орысырақ митоз. Митоздық жолмен қандай ағзалар бөліне алады деді? Айтты ғой қазір. Өсімдіктерді айтты. Жануарлар, барлық дене жасушалар. Бір ғана ерекшелік бар. Бір ғана жасушалар қандай жолмен бөлінеді деді? Ол миоз, иә? Миоз жыныс жасушаларының бөлінуі ерекше миоздық бөліну деп аталады. Ал енді бүгін бізде екінші хромосома митоздық бөлінуді өтпес бұрын хромосомаға тоқталайық. Қараңыздар. Хромосома, адамда қанша хромосома бар? 46. Яғни ДНК-дан табылған жәнедегі генетикалық ақпарат жазылған ұзын жіпшені біз хромосома деп атаймыз. Хромосомалар бірдей болады, бір-біріне гомологиялық жұп құрайды. Енді адамда 23 жұп бар, барлық 46, 22-ші бізде не еді? Жыныстық хромосома дейді. Сонда анаңнан қанша, әкеңнен қанша хромосома келеді деп ойлайсыздар? Менің ойымша 23. Дұрыс, иә? 23 хромосома, яғни жарты, бізде қазақта айтады ғой, 2 жарты, 1 бүтін болады. Сонда анадан 23 хромосома, әкеден 23 хромосома қосылып, бізге толыққанды 46 жасуша болады. Ал енді бұл жыныстық бөлінуде. Ал енді жалпы хромосомалар кез келген уақытта, кітапта, тестке келген кезде гаплоидты, диплоидты деп келеді. Диплоидты деген толық 2N 46 хромосома бар, гаплоидты деген 1N деп беріледі, яғни жарты 23. Сонда гаплоидты және диплоидты деп атайды. Мынау хромосомалардың жиынтығы. Қараңыздар, жалғыз өзі тұрса не деп аталды? Егер бірге тұрса, яғни диплоидты ол ең соңғысын әдеге бізде жеке көрсетіп қойған бұл жыныс хромосома. Сонда қараңыздар хромосомалардың орналасу реті. Біреу, 6, 12, 18, 23. Сонда 23 болса 46 хромосома болады. Міне біздегі гаплоидты, диплоидты хромосомалардың түрлері. Қараңыздар, мынау хромосоманың ішіндегі жіпшелерді хроматида деп атайды. Мынау орта, егер мына жерде ширатылғаны репликация деп аталады. Ал енді митоздың маңызына тоқталайық. Дәптерімізді ашайық, жазып алайық. Бірінші, митоз жыныстық жолмен көбейеді, жыныссыз жолмен көбейеді. Митоз жыныссыз жолмен көбейеді. Екінші, дене пішіні ұлғаяды. Зақымдалған жасушалар қалпына келеді. Үшінші, үздіксіз жүреді. Мида туғанға дейін сүйек жасушалары 25 жасқа дейін ғана бөлінеді. Қараңыздар, сүйек жасушалары 25 жасқа дейін ғана бөлінеді. Ал қалған жасушалардың бөлігі үздіксіз жүріп жатады. Бізде осы жерде сұрақ, өткенде нейрон деген тақырыпты өттік, бөлінбейтін жасуша бар ма? Адам ағзасында ойланайықшы. Бөлінбейтін жасуша. Адам ағзасында? Иә. Барлық жасуша бөлінбейтін жасуша бар ма? Қандай жасуша? Бар дейді, беткері. Бар болатын болса, қандай жасуша? Кеше ғана өтті. Адамда нейрон жасушасы 14 миллиард болады. Ол бөлінбейтін жасуша. Астына жазылған бөлінбейтін жасуша нейрон. Егер біз ашуланып, нервімізді көтерсек, нейрон жасушасы өліп қалады. Сол себептен, ерте алжуы мүмкін. Сол себептен жүйке жүйемізді кез келген нәрсеге ашулана бермей сақтауымыз қажет. Қараңыздар, митоздың маңызы қандай екен? Шұғыла оқып жүрші.
туғанға дейін. Мира туғанға дейін сүйек жасушалары да 25 жасқа келеді. Қараңыздар, үздіксіз барлық жасуша жүреді, бірақ мира қай уақытқа дейін? Туғанға дейін сүйектер ал нейрон қазір айттым ғой, нейрон болса ол өледі, яғни сондай ерекшеліктері бар. Ал енді келесі кітабымызды ашайық. 31-ші параграфты ашайық. Кітапта барлығымызда 136-ші бетте профаза, метафаза, анафаза, телофаза деген фазалар көрсетіп қойған. Қарап шықтық па? Сонда митоздық бөліну кезінде қанша фаза болады екен? 4. Біріншісі профаза, жазып алайық. Метафаза, және метафаза, анафаза, анафаза, және ең соңғы бізде телофаза. Енді тапсырма. Мына топ осы митоздың сатыларын ақпаратты жабыстырып, ретімен қандай не жүреді? 3 минут уақыт береді. Ал мына жерде сіздер ал жақсы. Ретімен кітапқа қараймыз. Қазір 3 минут уақытта жабыстырып шығайық. Митоздың сатыларын жазамыз. Бір мысал сұрамақ жоқ, хромосомалар не істейді? Бір мысал. 2 минут уақыттарыңыз қалды. Сіздер болдыңыздар ма? Қысқа. Bir minut kaldı. 5 minut kaldı. Oldu bak bize. Sen vakıf dayak kaldı. Sizlerde bir fazla kaldı ya. Sizlerde екінші топ sizler var mı? Bir topla. Genç. Екі топтан да келіңіз. Бірінші топ мұнда оқыңыздар, екінші топ мұнда оқыңыздар.
Методның сатылары бірінші профаза, екінші метафаза, үшінші анафаза, төртінші телефаза. Қаттырақ 4 фазасын атап өтейік. Сатылары бірінші профаза, екінші метафаза, үшінші анафаза, төртінші телефаза. Дұрыс. Реттік жабыстырылғаны дұрыс, я? 4 фазамыз. Я? Мысал келтіріңіз. Профазаға ядро шықтар мен ядро қабықшасының бұзылуына басталады. Ядро қабықшасы. Профаза. Анафаза болса, екі хромосомада синдром орнының үзілуінен басталады. Үзілуінен басталады. Үшінші телефаза. Жас жазушы денесінің қалыптасуы үрдісінен тұрады. Үшінші телофаза ма? Төртінші телофаза. Үшінші анафаза қалды. Анафазада не істейді? Анафаза жасушаның экватор жасықтығына орналасуымен сипатталады. Екі хромосома. Рахмет, орныңыздар. Бізге төртеуінің фазасы жабыстырған дұрыс. Келесі ал сәл болайық. Бұл метод сатыға бөлінеді. Біріншісі профаза, екіншісі метафаза, үшіншісі анафаза, төртіншісі телефаза. Профаза ядро шықтар мен ядро қабықшасының бұзылуынан басталады, ал метафаза сын түзіп, жасушаның экватор жазықтығына орналасуымен сипатталынады. Үшінші фаза? Анафаза екі хроматода цитромена қосылған орын үзілуінен басталады. Төртіншісі телефаза жас жасушаның денесінен қалыптасу үдерісінен тұрады. Я, рахмет. Ал енді екі топта методының сатыларын дұрыс жабыстырды, ретімен моделін келтірген. Ал енді мынау бірінші топтың жұмысы, екінші топ, бірінші топты бас бармақ әдісімен бағалаймыз. Былай, жақсы, орта. Қалай бағалаймыз? Барлығымыз бірдей. Сұлтан, неге? Барлығымыз жақсы бағалады. Келесі, екінші топ, бірінші топ, сіздер екінші топты бағалаймыз. Бас бармақ, барлығы жақсы, я? Рахмет. Яғни? Ал енді қарай, бізде қанша фаза бар болды? 4 фаза. Қалай аталды? Қазір сіздер қысқаша оқыңыздар, ал енді қарай. Профазада хромосомалар ядрода айқындала бастайды, яғни айқын, анық көріне бастайды. Олар қысқарып, жуандап, жаңағыдай белгі реткен орналасады. Профазада. Келесі, қандай фаза еді? Анафаза. Анафаза. Оқи ғой. Анафазада хроматин жіпшелері жабысып екіге бөлінеді. Қараңыздар, жіпшелер бөлініп жатыр. Ал телофазада қарама-қарсы процестер жүріп, хромосома жіпшелерге айналады. Келесі ең соңғы фазада бізде, төртінші фаза бізде телофаза, яғни телофазада жаңа екі жасуша пайда болды. Ол түсінікті болу үшін міне бізде қараңыздар. Бірінші, қандай фаза? Профаза. Профаза. Екінші, Метафаза. метафазада не істейді? Қараңыздар. Хромосомалар. Жасушалар реттеріне келеді. Хромосомалар бөліне бастайды. Анық көрмеді. Келесі бізде анафаза. Анафазада қандай көрсетеді? Айтып тұрып айтайық. Центромерда қосқан кезде орын үзілуінен басталады. Яғни центромералар өздерін қараңыздар, мына жердегіден мынаусына қарасақ үзілді, жарды, екі өзінде анық екі хромосомалар үзіле бастады. Ал ең соңғысында бізде телофаза. Қараңыздар. Жас жасушалардың денесінің қалыптасу үдерісінен басталады. Яғни жаңа жас жасушалардың, рахмет айтып жарайсыз. Яғни жаңа жас жасушалар қалыптасты. Түсінікті ғой, Ал енді, мынандай бір проблемалық сұраққа тоқталайық. Заңға оқи қойшы. Туған уақытта орташа есеппен баланың салмағы 3 немесе 3,5 килограмм, бойы 50 сантиметр. Қоңыр аюдың қонжығының салмағы 500 грамм. Кенгурудің туғандағы салмағы 1 грамм ғана болады.
итшабақ бағаға, уылдырық балыққа өскін ұзын өсімдікке айналады. Қандай үдерістерге байланысты осындай өзгерістер болады? Осыны үш сөйлеммен маған түсіндіріп айтып беріңіздер. Кән ақылдасыңыздар. Қандай үдерістер жүзеге асады? Үш сөйлеммен. Бірінші, екінші, бір сөйлеммен. Топта ақылдасып аламыз. Я? Топта ақылдасып аламыз. Бұл қандай үдеріске байланысты? Қалай деп ойлаймыз? Ақылдасамыз. Бүгінгі тақырыппен тікелей байланысты. Әркім, я? Қандай үдеріс жүреді? Осындай өзгерістер қандай дұрыс сындар? Ойламайық. Проблемалық сұрақ бойынша кім бастайды? Бірінші топ, екінші топқа бастайды. Менің ойымша бұл жерде айтылған, яғни митоз процесі туралы, яғни жазушы өледі, өнеді, көбейеді. Көбейеді, яғни тіршілігін жояды. Жарайсыңдар дұрыс қосып алуға болады. Шұғыла. Ол жерде митоз үдерісі жүріп тұр. Яғни уылдырық бақаға айналады. Уылдырық бақаға айналады. Итшабақ бақаға айналады. Ұзын өсімдікке айналады. Бұл яғни өсу үдерісі митоз үдерісі ол Митоздық бөліну үдерістен жүріп жатыр. Яғни бізде итшабағымыз бақаға, уылдырығымыз балыққа айналу себебі митоз үдерісінің үздіксіз жүріп жатқандығы екен. Ал енді айналымды қарайық. Митоз айналымы. Осымен сабақты қорытындылап жүрейік. Бірінші, мына үшеуі жеке бөліп көрсетіп қойған. G1, G2, S кезеңдері. Ал енді мына қандай фаза? Кім айтады? Бірінші фаза? Аялу. Бірінші фаза? Профаза. Профаза. Екінші? Метафаза. Осы айналым бойынша митоздық барлығы келеді. Үйге тапсырма. Тыңдайық. Митоз айналым берілген. Осы айналым бойынша сіздер үйде сызба құрап келеміз. Интерфазадан бастаймыз. Бірінші айналым, екінші, үшінші деп осы сызбаға қарап айналымды құрастырып келеміз. Митоз кезеңдерінде дұрыс ретін атап бізге омақ. Орнымыздан тұрайық. Дұрыс ретін атайық. Бірінші профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Осы төрт фаза, шұғыла. профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Бұл не екен? Митоздың сатылары екен. Олай болса, бүгінгі сабақты бағалаймыз. Бірінші топтан шұғыла, күнделіктерімізді ашамыз. Жанерке, Арнұр, Айсұлтан өте жақсы сабаққа қатысты. Сымбат, Заңғарды, бүгін Заңғар сабаққа ерекше қатысты. Қол шапалақтап қойсақ болады. Арнұр, күнделіктерге. Келесі сіздерден Заңғар. Күнделіктерге ашылды. Екі қызды да бағалайық, Мереймен, Айнұр. Бүгінгі сабағымыз 31-ші параграф митоз және оның фазалары. Үйге тапсырма ол жазып алып дәптерге, ал енді сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, қош, сау болыңыздар.